Сәлем достар, мен сіздермен бірге 2017 жылы шыққан «Няня» атты фильмге бірге шолу жасайтын боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Фильмде Джереми есімді жасөспірім бала Кол есімді баланы мазақ қылып, оны итеріп жерге құлатып жібереді. Сонда Колдың Би есімді күтушісі Колдың құлап жатқанын көріп қалып, жанында тұрған балдарды және Джеремиді сол жерден оларға ұрсып қуып жібереді. Артынша жерде жатқан Колды орнынан тұрғызып көмектеседі. Келесі күні Колдың ата-анасы қонақ үйге кететін болып, сол қонақ үйде қонып қалатын болады. Осыдан кейін Кол мен Би кеш батқанша, яғни Кол ұйықтағанша бірге көңіл көтеріп билеп бассейнде шомылады. Колдың күтушісі Би Колға ұйықтар алдын сен ішімдік әкел, екеуміз бір стаканын тартып жіберейік дейді. Сонда Кол ол ішімдікті ішпей, Би көрмей тұрған сәтінде көлдің топырағына төгіп жібереді. Кол ұйықтар алдында көршісі әрі құрбысы Меланимен телефон арқылы хат алмасып, сонда көршісі Мелани оған ұйықтамас бұрын күтушіңді Биді не істеп жатқанын қара дейді. Сонда Би үйдің бірінші қабатында өзінің мектептегі достарымен бірге шындық және өтірік ойынын ойнап жатқан болатын. Сонда олар бұл ойынды бөтелке айналдырып ойнап отырған еді. Бір сәтте сол ойынның шарты бойынша Би Сэм есімді баламен сүйісіп, артынша Сэмнің басында пышақ тығып, сол жерде Би және басқа да балалар Сэмнің басынан алынған қанды ішеді. Сонда бұны көрген Кол сол жерде шок болып, дереу бөлмесіне барып 911 нөміріне, яғни полицияларға хабарласып, артынша Кол өзінің пышағын қасына алып, аяқ киімін киіп төсегінде өтірік ұйықтаған кейіп танытады. Сонда Колдың бөлмесіне Би мен оның достары келіп, ойын шарты бойынша ұйықтап жатқан Колдың приспен қанын алып кетіп қалады. Осыдан кейін Кол бұл үйден, яғни Би мен оның достарының қашып кету үшін терезеден секіріп, байқатпай кетіп қалмақшы болады. Бірақ сол сәтте Колдың бас айналып, сол жерде есін танып қалады. Оның себебі Би мен оның достары Колдың бойынан қан алған болатын. Осыдан жағдайдан кейін Кол есін жинаған сәтте оның күтушісі Би мен оның достары Колды байлап ұстап, сонда Кол олардан менің қаным сендерге не үшін қажет болды деп сұрайды. Сонда Бидің достары сенің қаныңды бізге бір ғылыми жобаға қажет болғандықтан алдық дейді. Сол сәтте Колдың үйіне полициялар келіп, Би мен оның достарына қарумен келіп, оларды тұтқындамақшы болған сәтте Бидің досы Маркус сол жердегі бір полицейдің көзіне темір қадап өлтіреді. Бұны көрген сол жердегі екінші полицей қорыққаннан тапаншамен Эдисонның кеудесіне оқ атып жібереді. Сол сәтте Би екінші полицейдің артынан келіп, оның мойнына темір тығып өлтіреді. Сол сәтте Кол Би мен оның достарына келесі полицейлерді шақырмас үшін оларға амалсыздар құпия сандарды айтады. Сол сәтте Эдисон кеудесіне оқ тиген достарына айтып көмек сұрап жатқан сәтте Кол осы сәтте пайдаланып екінші қабатқа қашып кетеді. Оның артынан Джон есімді бала екінші қабатқа көтерілген сәтте оны Кол жасырынып келіп, Джонға екінші қаптан тұзақ құрып, Джонды сол жерден құлатып жіберіп, Джон сол жерде жерден жатқан кубоктың үстіне түсіп, жаңағы кубок мойнына кіріп өледі. Осыдан кейін Кол өзінің бөлмесінен екінші қабаттан далаға шығып, Би мен оның достарынан жасырыну үшін үйдің жертөлесіне келіп, сол жертөледен өзіне бір салют пен зажигалка алып, сол жертөледе жасырынып қалады. Сол кезде Бидің Соня есімді құрбысы жертөлеге түсіп, Колды іздестіре бастайды. Сонда Кол қолындағы салютты жертөледен жағып кетіп, өзі артынша жертөледе жүрген Сонядан қашып, Соняны сол жертөледе қамап қойып, Соня ақыр соңында Колдың жаққан салюттан өртеніп өледі. Осыдан кейін Кол далада жүрген сәтте оған Макс келіп тиісініп, Макс сол жерде Колды қылғындырып, Кол болса Макстың екі бұттың ортасынан теуіп қашып кетеді. Содан кейін Кол Макстан құтылу үшін үйінің жанындағы ағашқа баспалдақпен мініп кетіп, артынша Колдың артынан Макс қуалап жетіп, ақыры Макс Колды ағаш басынан ұстаған сәтінде Максты Колдың көршісі Мелани алыстан мылтықпен атып өлтіреді. Содан кейін Кол Меланидің үйінде біразға дейін Би мен оның достарын жасырынып отырады. Арада уақыт өтіп барлығы тынышталған соң, Кол өзінің үйіне барып бұрышта жатқан Эдисонды тексермекші болады. Сонда Эдисон өтірік өлген кейіп танытып, Колға тап береді. Сонда Колды күтушісі Би келіп, Эдисонға полицейдің пышағын тығып өлтіріп, Колды құтқарып қалады. Сонда Би бұл ойынды өзіне сенімсіз болып бастаған және бұның арты бұлай қан төгіс, жазықсыз адамдардың өліммен аяқталатынын білмегенін айтып, Би Колға қайтадан қосылайық дегенде, Кол оған келіспей Бидің қасиетті кітабын өртеп жіберіп, Колдың өзі көршісі Меланидің үйіне жүгіріп, даладағы Меланидің әкесінің машинасын от алдырып, Кол осыдан кейін машинамен өз үйін барып соғып,
Сол жерде Колдың үйі қирап, Кол өзінің күтушісі Биді солайша өлтірмекші болады. Солайша арада біраз сағаттан соң Колдың үйіне жедел жәрдем және өрт сөндірушілер келеді. Артынша Колдың әке-шешесі келіп, Кол әке-шесіне маған енді бұндай күтуші қажет емес дейді. Соңғы кадрде өрт сөндіруші үйге кірген сәтте жаралы Би өрт сөндірушіге тап береді. Осымен фильм аяқталады. Видео ұнаса арнаға жазылып, қолдап кетіңіздер. Лайк басып, қолдап отырыңыздар. Қош, сау болыңыздар.